Құрма, даты, пайдалы жеміс, талшық, калий, темір, витаминдер және антиоксиданттарға бай. Бұл заттар жалпы энергияны көтеруге, ас қорытуға және жүрек-қан тамыр жүйесіне пайдасын тигізуі мүмкін. Шынайы күтім, 3 күнде ғажайып нәтижені күту көбінесе артық, бір күннің ішінде энергия мен тез қуат сезімін байқауға болады. Құрма қорыту мен ішек микробиомаға жағымды әсер көрсету үшін бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін уақыт керек. Қысқаша, тез пайда, энергия, ұзаққа созылатын табиғи қант көзі, ал ас өзгерістер уақыт алады. Ғылыми дәлелдер күнделікті аз мөлшерде, мысалы 2-3 құрма, тұтыну өмір сапасын жақсартуы және кейбір метаболикалық көрсеткіштерге жағымды әсер етуі туралы зерттеулер бар, бірақ көпшілігі шағын шартты зерттеулер және толық 3 күнде емделеді деген қорытындыға жеткіліксіз. Қалай сынап көруге болады? 3 күндік тәжірибе идеясы: әр таңға 1-3 құрма, таңертең аш қарынға немесе таңғы астармен. Көп су ішіңіз. Құрма құрамындағы талшық тұтынғанда сұйықтық қажет. Энергия, көңіл-күй, іш қату, іштің жай-күйі секілді сезімдеріңізді күнделікті жазып отырыңыз. Егер 3 күннен кейін энергияңыз жақсарса, бұл құрманың тез әсерінен болуы мүмкін. Бірақ ұзақ тұраны бағалау үшін 2-4 апта қажет. Ескерту және сақтық: қантқа сезімтал. Қант диабеті бар адамдар құрманы мөлшерлеп жеу керек. Құрмада табиғи қант көп. Қантын бақылап тұратын болсаңыз, дәрігермен кеңесіңіз. Science Direct. Көп мөлшерде жеу калория мен талшықтың артықшылығынан ас қорыту проблемасына әкелуі мүмкін. Егер дәрі-дәрмектер ішіп жүрсеңіз, немесе созылмалы ауруыңыз болса, алдымен дәрігерге көрсетіңіз. Қорытынды: құрма пайдалы және тез энергия беретін тағам. Сондықтан 1-3 күнде әлсіз жақсару, энергия, кейде іштің жақсыруы болады. Бірақ ғажайып барлық мәселелерден құтқарады дегенді растайтын қатты дәлел жоқ. Тұрақты пайда үшін ұзақ мерзім қажет және жеке жағдайға байланысты.